Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін біз М1 Global турнирінің чемпионы 24 жасар қазақ бауырымыз, мақтанышымыз Шавкат Рахмонов туралы әңгіме қозғаймыз. Видеоны бастамас бұрын пікіріңізді қалдырып, каналға жазылып, лайк басып кетіңіз. Бастапқыда Шавкаттың қазақ екеніне көптеген жанкүйерлер күмәнмен қараған еді. Бірақ та Шавкат өзінің кезекті берген сұхбатында менің әкем қазақ, менің ұлтым қазақ болып саналады. Мен Өзбекстанда туылдым. Менің атамның аты Рахман. Сондықтан Өзбекстанда мені Рахмонов деп жазды. Ал Шавкат араб аты. Бұл есім Қазақстанда танымал емес. Міне сондықтан да сенің ұлтың кім деген сұрақты көп қояды. Олар ойлайды, мені өзбек немесе тәжік деп. Мен қазақпын деп бірнеше рет қайталады. Мен 2006 жылы ММА-ді DVD-дан көріп жүрдім. Мен чемпион болғым келді. 16 жасымнан бастап самбомен айналыса бастадым. Мен чемпион болуды армандадым деді КазММА арнасына берген сұхбатында. Естеріңізге сала кетейік, Шавкат бауырымыз 24 қазан күні Абу-Дабиде өткен UFC 254 басты жекпе-жек Хабиб Нурмагомедов пен Джастин Геджи арасында болған шайқаста өзінің UFC-дегі дебюттік жекпе-жегін өткізді. Оның қарсыласы бразилиялық, өте тәжірибелі жауынгер. Профессионалды жекпе-жектерінде барлығы 32 жекпе-жек өткізген. Оның 22-сі жеңіс, 9-ы жеңіліс, бір рет тең тарқасқан. Ал Шавкат 13 жекпе-жек өткізіп, барлығында қарсыластарын тас-талқан еткен. Шавкат өзінің UFC-дегі дебюттік жекпе-жегінде бразилиялық қарсыласын бірінші раундта қылқындыру тәсілімен жеңіске жетті. Айта кетейік, Хабиб Нурмагомедов аңыз спортшы өзінің UFC-дегі карьерасын аяқтады. Ол 29 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жетті. Хабибтің өз карьерасын аяқтауы, Шавкаттың дебюттік жекпе-жегі ол жайдан-жай емес деп үміттенеміз. Хабибтің орнын басып, UFC-дегі жеңілмес азулы жыртқыштың бірі болады деп үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер.